Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге дүниежүзі тарихы пәнінен 5 және 11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен Яндекс немесе Google іздеу жүйелеріне ұстаз тілегі деп жазамыз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтеміз де қ.м.ж бөлімін таңдаймыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, егер тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасы арқылы тіркеле аласыз. Пән таңдау батырмасы арқылы өзімізге қажетті дүниежүзі тарихы пәнін таңдаймыз. Дүниежүзі тарихы пәнінен 5-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасына басамыз да, өзімізге қажетті сынып бойынша қ.м.ж-ны және презентацияны таңдаймыз. Құрметті ұстаз, жүктеу батырмасы басылғаннан кейін балансыңыз бірден алынады. Егер балансыңыз жеткіліксіз болған жағдайда, Kaspi.kz қосымшасының іздеу жүйесіне ұстаз тілегі деп жазасыз да, өзіңіздің ID номеріңізді көрсету арқылы қажетті балансты толықтырасыз. Төлем жасалынған қ.м.ж-лар бірден жүктеп алу батырмасына ауысады. Жүктелінген қ.м.ж сіздің загрузки бөліміңізде сақталады. Құрметті ұстаз, сіздердің алдарыңызда 130 бұйрықтың 7-ші қосымшасы бойынша жасалынған дүниежүзі тарихы пәнінен қ.м.ж үлгісі. Бұл қ.м.ж-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын қ.м.ж-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!